Жанар-жағармайдың заңсыз тасымалына қарсы күресті күшейте түсу керек. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен жиналыста осы бағыттағы жұмыстар талқыланды. Аймақ басшысы жергілікті атқарушы органдар мұнай өнімдерінің бар жоғымен бағасына күн сайын мониторинг жүргізуі қажет дейді. Сондай-ақ фискалдық деректер мен электронды шот фактуралар операторларының деректерін талдау арқылы тиімсіз делдалдарды анықтауды және жоюды жалғастыруды жүктеді. Дизель отыны жалпы Түркістан облысы бойынша 15.723 тоннасы, соның ішінде жанармай құю бекеттеріне арналған 11.416 тоннасы, яғни күнге шаққанда 9 күнге қажет жеткілікті қоры бар. Қазақстан темір жолы мәліметі бойынша Түркістан облысы аумағында осы ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап бүгінгі күнге дейін АИ-92 маркалы бензиннің 328 цистерні және дизель отының 549 цистерні келген. Сондай-ақ өңір әкімі аймақтағы азық-түлік бағасының тұрақтылығына да тоқталып өтті. Биыл ерте пісетін көкөністер 20 мың гектарға жуық алқапқа егілген. Атап айтқанда 9 мың гектар жерге ерте пісетін картоп, 7,5 мың гектарға қырыққабат, пияз 2 мың гектарға, сәбіз 1,3 мың гектарға орналастырылды. Егіс алқаптарынан 460 мың тоннаға жуық көктемгі өнім жинау жоспарлануда. Одан бөлек өзге облыстармен ерте пісетін өнімдерге форвардтық келісім шарттар жасалып, 6,5 мың тонна өнімдерді тауар өндірушілерден тікелей сатып алу жөнінде келісім шарттарға да қол қойылған. Азық-түлік бағаларын төмендету, негізсіз өсуіне жол бермеу жұмыстарын тұрақты түрде мониторинг жүргізілсін. Өңірлер арасында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары өзара алмасу бойынша арақатынасты орнатсын. Қоймаларда сақталып отырған азық-түліктердің нақты аудан қалаларға таратылуы және де сатылуына мониторинг жұмыстары жүргізілсін.